Сәлем достар! Бізге әдетте ең көп қойылатын сұрақтардың бірі қалай видеоны жақсы монтаждауға болатын жайлы. Көрермендердің әрқайсысында смартфон бар екенін ойласақ, монтаж жасауды Android-тан көрсетсе дұрыс сияқты. Сондықтан Android-тан өте жоғары деңгейдегі монтажды қалай жасауды керектігін үйретеміз. Ендеше кеттік! Біріншіден, біз KineMaster арқылы жұмыс істейміз. Алайда оны Play Market-тен жүктеп керек емес. Себебі бізге шетінде тұратын жазуды алып тастау керек. Осы себептен бұл бағдарламаны бейненің астындағы сілтеме арқылы жүктеңіз. Сонда ешқандай мәтін болмайды. Екіншіден, бізге Animated Text бағдарламасы арқылы қысқаша ғана интро жасап алу керек. Оны біз бұрынғы бейнемізде көрсеткенбіз. Бірақ қазір оңайырақ жасаймыз. Жай ғана бағдарламаға кіріп, атымызды жазамыз. Сосын экспорттаймыз. Ал енді монтажға кірісейік. Видеоның ең басына табиғаттың бейнесін қоюға болады. Біз солай жасаймыз. Ондай бейнені YouTube-тан табуға болады. Сосын әуен қосып, оның дауысын азайтамыз. Одан кейін өз даусымызды жазамыз. Сәлем достар, бұл ақиқат. Бүгін біз сіздерге YouTube-та дамуға көмектесеміз. Видеоның бастапқы жағында үздік комментарияларды қояйық. Ол үшін алдымен сол комментарияларды скриншотқа жасап аламыз, содан кейін бейнедегіні қайталаймыз. Әдемірек көріну үшін анимация қосамыз. Осыдан кейін интро қосуға да болады. Содан кейін тағы бейне қосып, бөліктердің арасына переход қоямыз. Ақыр соңында Outro деген затты қосамыз. Оны біздің техно арнамызда таба аласыз. Осыдан кейін бейне дайын десе де болады. Монтаж жасауды тереңірек білгіңіз келсе, біздің техно арнамызға өтіңіз. Сол жерде өз сұрақтарыңызға жауап табасыз. Осымен туториалымыз аяқталды. Біздің 90% бейнеміз осындай тәсілмен жасалған. Сіздің бейнеңіз басқаша болуы мүмкін, бірақ біз ең маңыздысын көрсеттік. Сіздермен болған ақиқат ұжымы. Қош сау болыңыздар.